Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз пахлава жасайтын боламыз. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Ерекше дәмді пахлава дайындаймын. Бізге қажетті сары май, комнатный температурада ерітілген шекер, қаймақ, разрыхитель және тұз, 4 жұмыртқа және сухофрукты жуылып туралған. Және де ұн қажет болады. Ең алдымен ерітілген сармайдың үстіне қаймақты саламыз. Оның үстіне 1 столовый ложка шекер саламыз. Қалған шекерді алып қоямыз. Бізге керек болады. Және де таза ыдыс керек. Бұған біз белокты құятын боламыз. Міндетті түрде құрғақ болу керек, ешқандай су болмау керек. Сонда біздің белогымыз плотный, әдемі болып шығады. Енді аккуратно жұмыртқамызды жарып, сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Ағы бізге керек болады, ортасында начинкасына керек болады. Сарысын қамырға қосатын боламын. Кішкентай болсын, сары уыз араласып кетпеу керек бізге. Мұқият болуымыз керек. Алдын ала тәтті дайындайтын кезде жұмыртқаны 1-2 сағат алдын сыртқа жылы жерге шығарып қою керек. Міне ажыратып алдық, ешқандай да сары уызымыз түсіп кеткен жоқ. Бұны бір шетке алып қоямыз. Біз бірінші қамырын дайындап алуымыз керек. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді аздап ұнымызды салып қамыр илейміз. 450-500 грамм аралығында ұн кетеді. Оны аздап саламыз. Бірден салып қамырымызды қатты илеп жіберуіміз мүмкін. Сондықтан аз-аздан салған дұрыс. Осы аралықта разрыхитель мен тұзды да қосып илейміз. Жылдам әрі оңай жасалынатын пахлава. Ал енді мен қолмен араластырамын. Ыңғайсыз болып қалады. Онда осылай аз-аздан бөліп салыңыздар. 3-ке бөліп, 4-ке бөліп салыңыздар. Сонда қамырларыңыздың жұмсақ не қатты тығыздықта еленуін бақылап отырасыздар. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қолға жабыспайтын біркелкі қамыр шығу керек. Қамыр дайын болды. Қамырдың жұмсақтығын, тығыздығын қараңыздар. Қатты да емес, жұмсақ та емес, қолға ұстағанда ешқандай да жабыспайды. Енді бетін пищевой пакетпен жауып, холодильникке қойып қоямыз. 20-15 минут аралығында тұрады. Ол аралықта біз бөліп алған белоктың үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекер мен белокты бір-біріне біріктіреміз осылай.
екеуі бір-біріне бірігу керек. Міне, жақсылап бірікті. Енді осыны водяной баняға аппақ пена болғанша ұстайтын боламыз. Міне біздің суымыз қайнады. Осы судың үстіне белок пен желтоқты қойып, осылай үнемі араластырып тұрамыз. Шекер еріп, аппақ пена болады, көбік болады. Біздің массамыз дайын болды. Енді жақсылап миксерлейтін боламын. Міне бізде осындай қою біркелкі масса шықты. Біздің қамырымыз дайын болды. 20 минут салқын холодильникте тұрды. Енді бұны бөлеміз, үшке бөлеміз. Бір көлемін осылай кішілеу қылып, қалған екеуін теңдей бірдей бөліп шығамыз, үлкенірек қылып. Мына үлкенірегі ең астыңғы қабатына кетеді. Мына кішілеу бөлігі ортасындағы қабатына кетеді. Және мынау орташа көлемдегісі бетіне кетеді. Ал енді бисмилля деп жайып бастаймын. Онымен жайсаңыздар болады, өйткені жақсы жайылады. Бұқтауға жабысып қалмау керек. Осындай көлемде дайындап алдым. Бір 27-де 25 сантиметр аралығында. Енді жайған қамырымды осы формаға орналастырамын. Шетінен шамаластыру керек. Жан-жақтарын жақсылап формаға бекітеміз. Яғни, осылай формаға жабыстырып шығамыз. Қазір белокты құйған кезде белогымыз астына қарай ағып кетпеу керек бізде. Жақсылап жабыстырып шықтым. Енді жаңа дайындаған белогымыз сондай қоюлықта. Осыны көз мөлшерімен 2-ге бөлеміз. Жартысын құямын. Барлық шетіне бірдей көлемде жағылу керек. Спатуламен жақсаңыздар да болады. Мен өзінің лопаткаммен жағып отырмын. Және де жаңа құралған начинканы мен сразу ыдысқа салып араластырып алдым. Оны да 2-ге бөлеміз теңдей. Ал енді ортаңғы бөлігін жаямын.
міне бұны да жайып болды. Енді ортаңғы бөлікке орналастырамын. Бұны да дәл солай тартып, төрт бұрышынан тартып, жаңағыдай ыдысқа қарай жабыстырып шығамыз. Бір қарағанда қиын болып көрінеді, бірақ өте оңай әрі өте дәмді, күшті пахлава болып шығады. Қалған белокты да дәл солай құйып, бетіне жаңғақты төсеп шығамыз. Тура жайып алдым. Енді ортасына дәнектерін сүйіп шығамын. Барлық шетіне бірдей түсу керек. Енді соңғы бетін жауып шығамыз. Сонда бізде 3 слой болды. Жақсылап бекітеміз, өйткені белок ағып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша жақсылап бекіткен дұрыс. Чуть-чуть қамыр артылып қалуы мүмкін. Артылып қалған жағдайда оны аздап кухня арналған қайша немесе пышақпен кесіп алып тастайсыздар. Сразу бетіне сарыуыз жағамыз. Сразу бөліп аламын. Бір жұмыртқаны сарыуызы жетеді. Осыны барлық шетіне жететіндей етіп жағып шығамыз. Жағып алдым. Енді бұл отқа түскен кезде аздап беті көтеріледі. Ол көтеріліп жарылып кетпес үшін бетін өткір пышақпен төртбұрыштап аздап қана кесіп шығатын боламын. Қиғаштатып кессеңіздер де болады. Әркім өзінің ыңғайына қарай кесіп шықса болады. Қатты 3 қабатты да кесудің қажеті жоқ, тек беткі қабатты ғана кесіп шығамыз. Отқа түскен уақытта көтеріліп, қамыр жыртылып кету қаупі болады. Міне байқасаңыздар, қатты кескен жоқпын. Және де әр төртбұрыштың үстіне грецкий орехтың жарты бөлігін қойып шықсаңыздар болады. Мен қоймадым, өйткені менде үйдегі бар орехпен жасадым. Енді 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Міне пахлава дайын болды. Бұл пахлаваның бір ерекшелігі, ешқандай сироп құйылмайды. Осы күйінде ұсына берсеңіздер болады.
Және де менің рецептіммен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Және сіздермен болған мен Гүлжанар.